Қымбатты ақылдың кенін арқалаған айбынды аталар, ақ жаулықты аналар, барлықтарыңызды қазан айының алғашқы мерекесімен құттықтаймыз. Аппақ шашын күн сайын қылындаған, зейнет емес бейнеттен арылмаған, тәңірімдей табынып өтемін мәңгі, қариялар өзімді ел сыйлаған. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы говорим добрый день вам, наши любимые, убеленные сединами, но все же такие молодые душой люди. В этот день принято отдавать дань уважения и любви вам. На протяжении всей своей жизни вы дарите свою любовь детям и внукам. Примите наши слова благодарности и искреннего восхищения вами, нестареющими, добрыми и мудрыми. С праздником вас! Құттықтау сөз Көкпекті ауылдың әкімі Досмаков Айтын Төлеухановичқа беріледі. И также слово для поздравления дается руководителю местного совета управления Булыбиной Светлане Васильевне. Аталар, әжелер, бүгін міне осындай жақсы күн, өзі жаңбырдан жаңбыр, міне қараңыздаршы, бүгін күн ашылып, жылы болып, өзіміздің мақсатымыз болған осындай сыйымызды, немізді көрсетіп, сіздерге осы далада өткіземіз. От имени местного самоуправления вас с этим замечательным солнечным сентябрьским праздником. Он сентябрь, октябрь, все-таки осенний. Хотя мы осень у нас на висках. Қарттарым асыл қазынам атты кітап көрме ұсынылады. Құрметті аталар, әжелер, бүгінгі тағы мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерге кітапхананың атынан қарттар асыл қазынам атты кітап көрмесін таныстырғым келеді. Біздің кітапханада кітаптар өте көп. Жаңадан кітап келді, сыяр шарт, соның ішінде көп аталар туралы, әжелер туралы, үлкен кісілер туралы мақалалар бар. Және өлеңдер жинағы жолға салдым көшімді. Және де аудан ардақтылары кітабында осы Бұқар-Жырау аудан бойынша қарттар туралы, үлкен кісілер туралы өмір баяндары шығармалары туралы жазылған. Және барлығыңызға денсаулық тілей отырып, сіздерге лучшие методики оздоровления атты кітап таныстырғым келеді. Сіздерге көптеген өлеңдер жинақтары бар, әжелер туралы, аталар туралы. Тағы кітапхананың атынан сіздерді мерекелеріңізге құттықтаймыз. Ауырмаңыздар, отбасыларыңызға жақсылық тілейміз, дендеріңіз сау болсын. Рахмет. Пусть оставит память в сердце этот день на много лет. Важно не забыть вместе рядом. Құрметті аталар, әжелер, күз болғанымен бәрілеріңізге жақсы көңіл күл сыйлаймыз. Ортаға Вера Сергеевнаны на хорошее настроение мен ортаға шақырамыз. Если вы нахмурясь, выйдете из дома. Тут, значит, вступает, громко играем. Когда пойдет, вот сейчас будет музыка, подождите. И где нужно вступать, начинаем петь. Ну, подпеваем все вместе, конечно. Начинаем, понятно. Бывает слишком поздно для любви, она придет к тебе, ты душу отвори. Тема салом редко, а то вспомнит про соседку. Соседки сала нет, но зато ей 20 лет.
Все? О, как красиво! Так, поехали дальше. Музыка. Тени придиор мужчинам нравится легкая походка от ветра. Бүгінгі мерекемізге арналған концертіміз аяқталды. Барларыңызға денсаулық тілейміз. Қатысқандарыңызға рахмет. Мы еще раз поздравляем вас с праздником. Наша первая часть концертная окончена. И теперь вас приглашают к столу. Просим. Дастарханға келіңіздер.